Сұрақтарға жауап беріп өтетін болсам, көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған? Бұл көркем шығарма академиктің көз жасы деп аталатын шығарма. 20 ғасыр кеңес одағының басқарған заманы, соғыс кезі, соғыс заманындағы Қаныш Сәтпаевтың жұмыстары, геология саласының дамуы, және де ашаршылық кезіндегі қаншама адамның дүниеден өтуі, Қаныш Сәтпаевтың өзінің қандастарын, туыстарын, қазақтарын қалай құтқарып қалғандығы туралы оқиғалар бейнеленеді. Кейіннен бізде Сталиннің кетіп, Хрущевтың келген заманы сипатталады. Осы тарихи кезеңдер сипатталады екен. Шығарманың негізгі идеясы не? Автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді? Жалпы шығарманың негізгі идеясы әртүрлі идея алуға болады деп ойлаймын. Шығарманың негізгі идеясы менің ойымша осы бір кішкентай ғана бір сөйлемде беріліп тұр деп ойлаймын. Өйткені осы сөздер менің өзіме өте қатты әсер етті, және шығарманың басты идеясы әрине Қаныш Сәтпаевтың соңғы келген тұжырымдамасы осы деп ойлаймын. Оқып өтетін болсам, тегінде халқың азат болмайынша жеке адам қанша шарықтап өскенмен бақытты бола алмайды екен. Осы кішкентай ғана бір сөйлемнен біз көп нәрсе аламыз. Яғни Қаныш Сәтпаев өзі қандай мықты тұлға болса да, артында оның халқы тұрады, артында оның елі тұрады. Ал елі біреуге бағынышты. Ал елі азат болмай тұрып, ол адам қанша көтерілді, қаншама зат жасаса да, бәрібір ол оның жүрегінде тұрады, ол оның мұңы болады деген сияқты затты мен түсіндім. Және осыны маңызды идея деп ойлаймын. Шығарманың бас кейіпкері кім? Олардың бейнесін сипатта. Шығарманың негізгі бас кейіпкері атап өткендей бағана Қаныш Сәтпаев. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев ол бәрімізге белгілі ғалым, геолог, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Негізінен қосалқы кейіпкерлерді атап өтсем болады. Олар бізде Қаныш Сәтпаевтың әйелі Таисия Алексеевна, оның туысқан ағасы Әбікен деген кісі, және де ол жерде аталатын кісілер Сталин туралы айтылады, Мұстафа Шоқай туралы айтылады кішкене моменттермен детально, және де өзінің әпкесі Ғазиза айтылады, ағасы Ғазиз айтылады. Осы кейіпкерлерді мен қосалқы кейіпкерлер ретінде атай алатын едім. Жалпы Қаныштың бейнесі шығармада бір өте білімге құштар адам ретінде, әрдайым әділдікті қалайтын адам ретінде бейнеленді деп айта аламын. Өйткені ол әрдайым және өте қайсар кісі, өте бір қалай айтамыз, айтқаннан қайтпайтын кісі екені көрініп тұр да. Және сол айтқаннан қайтпайтын мінезіне сай білімі бар кісі, өте білімді кісі болған сияқты. Орыс тілін өзінің тілінде сөйлеген, қазақ тілде де орыс тілде де сайраған. Соның арқасында орыстарының арасында ерекше сыйлы болған. Осындай етіп көзіме елестеттім. Шығармада қандай салт дәстүрлер, рәсімдер сипатталады? Жалпы шығармада бір керемет бір салт дәстүр немесе рәсім байқадым деп ойламаймын. Бірақ та атап өтетін бір жайт, шығарманың бас кезінде Қаныштың әкесі Имантай өзіне тоқал алады. Осы енді тоқалдықты алу, бәйбішесі бола тұра тоқал алу деген енді қазақтың бір салт дәстүрі шығар, мүмкін қазаққа сай бір ерекшелік екенін атап өту керек деп ойлаймын. Келесі сұрақ, осы шығарманы оқып шыққан соң сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Шынымды айтайын, Қаныш Сәтпаев туралы өте көп білім алдым. Қаныш Сәтпаев маған қазір өте қызық тұлға бола түсті, және ол туралы көбірек кітап оқығым келіп бастады. Өйткені оның сол заманғы мінезі, сол замандағы
қайсарлығы мені тәнті етті десем болады. Өйткені өте мықты кісі болған, бағана айтып өткендей. Біліміне, мінезіне білімі сай болған ғой. Сондай жаңалық аштым. Және де қазақ ғылым академиясының қалай ашылғаны туралы, қазаққа қалай озбырлық жасағаны туралы, адамдардың, зиялылардың сыртынан жасалған әрекеттер туралы жаңадан ақпараттар білдім деп айтсам болады. Және де осы заттар мені кәдімгідей таңғалдырды. Келесі сұрақ: кітап оқу кезінде қандай көңілде, сезімде болдыңыз? Кітап басында әрине таңғалу сезім болды, бәріне таңғалып, бірақ көп ақпарат алғандықтан көп таңырқау сезімі болды әрине, бірақ та және бір көзіңе жас келетін моменттер де болады. Негізі, мысалға, Қаныш Сәтбаевты жұмысынан шығарып жүрген кезде, қазақ ғылым академиясынан жұмыстан алып тастаған кезде, сол кезде айтылады, академиктің көзіне жас үйірілді деп айтады. Сол кезде менің көзіме де жас үйірілген болатын. Bir кішкене бір сондай қайғылы бір момент болды. Сол кезде сәл бір жылағым келіп сондай момент болды. Келесі сұрақ: бұл кітапты достарыңыз бен жақындарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Мен ойлаймын, бұл кітапты барынша көп адамның оқығанын қалаймын. Өйткені бұл шығарма ең бірінші адамға үлкен танымдық ақпарат береді. Екіншіден, қазақтың ұлы тұлғасы Қаныш Сәтбаев туралы көбірек ақпарат білген сайын ол өзімізге жақсы. Өзіміздің тарихымызды біле жүреміз. Қаныш Сәтбаевтың кейбір әрекеттері, кейбір қылықтары, кейбір мінез құлқы бізге сабақ болуға болады. Оның өмірі бізге бір керемет карта десем болады. Өйткені сондай білімсүйгіштікке, сондай қайсарлыққа жетелейтін зат. Келесі сұрақ: шығарма автор туралы не білесіз? Жалпы шығарма авторы ол бізде Қазақстан халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов. Жалпы бұл кісінің, бұл ұлы тұлғаның кітаптары, бізде шығармалары көптеген мемлекеттік сыйлықтарға ие болған. Өте мықты жазушы деп айтсақ болады. Ол кісі бізде 1936 жылы 24 сәуірде Қытайдың Шыңжаң өлкесінде дүниеге келген. Бастауыш мектепте білім алғаннан кейін Қазақстанға оқуға, Алматыға оқуға түскен. Білуімше 2 жыл оқудан кейін қайтадан Қытайға саясат бойынша қайтарылған, бірақ қайтадан өз еліне қоныс аударып, осында қоныстанған, осы жақта білім алған, әртүрлі баспаларда жұмыс істеген. Кейіннен өзінің осы жазушылық карьерасын бастаған кісі. Жалпы ол да оның көптеген кітаптары бәрімізге әйгілі. Мысалға, Дарабоз дейтін кітабы бар, Тағдыр сынды кітабы бар. Бұл кітаптарды барлығы әртүрлі кезеңдерді қамтиды деп айтсақ болады. Және мен айтқан академиктің көз жасы атты шығармасы, мысалға, Қаныш Сәтбаевтың бейнесіне сипатталып жазылған шығарма. Осылайша сұрақтар жауап бердім деп ойлаймын.